Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен осындай жұмсақ және де дәмді мини пирожнилар дайындайтын боламыз. Ең алдымен бисквитін дайындайтын боламыз. Оған ыдысқа 5 жұмыртқа салып, оған үстіне қантты аз-аздан салып отырып, аппақ болып көпіргенше, аппақ масса болғанға дейін миксерлеп отырамыз. 6-7 минут. Массамыз осылай көбейіп, аппақ түске айналады және оған өсімдік майын құйып, көп емес, аз ғана араластырамыз. Енді құрғақ ингредиенттерді, яғни ұн, қопсытқыш және де какаоны жақсылап араластырып алып, аз-аздан салып отырып, венчикпен немесе лопатаның көмегімен араластырамыз. Менде осындай бисквитке масса шықты, қою масса шықты. Дайын болған массамызды пергамент қағаз салынған листімізге құямыз және де мен ең алдымен листті аз ғана майлап алдым, сонда пергамент қағаз сүрілмей тұрады. Енді дайын болған массамызды орналастырып, оны қызып тұрған пеште 200 градуста 10-12 минут пісіріп аламыз. Енді кремін дайындайтын боламыз. Сливкиге аз-аздан қант ұнтағын қосып отырып, миксерлейтін боламыз және де оған творожный сыр қосып миксерлейміз. Қатты қою масса болғанша миксерлейміз және де менде осындай қою масса шықты. Бисквитіміз осылай үлпілдек болып пісіп шықты және де оны мен суытып алдым. Енді керекті формаларды шығарып аламыз. Мен өзіме керекті домалақ пішінді шығарып алдым және де шетінен қалған корыштарды електен өткізіп майдалап алдым. Енді кремімізді кондитер қапшығына салып аламыз, сонда оңай болады. Бірінші болып аз-аздан крем жағып шығамыз және де оның үстіне банан қойып шығамыз. Мен өзім банан қойдым. Одан басқа әр түрлі жеміс жидектер қойсаңыздар да болады. Бананның үстінен аз ғана крем жағып шығамыз. Осылай барлығына крем сүріп, үстін корждармен жауып шығамыз. Енді қалған кремімізге аз ғана какао қосып араластырамыз. Кремді осылай пирожнилардың сыртына әдемілеп жағып шығамыз. Енді осылай жаймендеп алып, майдалап алған ұнтақтарымызға жаймендеп солай батырып шығамыз. Барлық жері тиюі тиіс. Енді ганаш дайындайтын боламыз. Шоколадқа өсімдік майын құйып, оттың жай жылдамдығында ерітіп аламыз. Осындай сұйық ганаш дайын болды. Енді ерітіп алған шоколадтарымызды пирожнилардың үстіне осылай әдемілеп құйып шығамыз. Енді үстін осылай сәндейтін боламыз. Мен шоколадтармен сәндегім келді, солай сәндейміз. Сіздер өздеріңіз қалауларыңыз бойынша жеміс жидектермен немесе басқа да заттармен әсемдесеңіздер болады. Дайын болған мини пирожниларымызды мұздатқышқа 1 сағатқа, 1,5 сағатқа қойып аламыз. Бізде осындай өте жұмсақ әрі дәмді мини пирожниларымыз дайын болды. Ал барлықтарыңызға ас болсын, менің YouTube каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар.